Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп соңына дейін тыңдап қолдап отырыңыздар. Фарид түні бойы ұйықтамады. Ол төсекте дөңбекшіп жатты. Кейде тұрып жүруге тырысты. Таңға дейін көз ілмедік. Оның бетінде қан сөл жоқ еді. Таңғы астан ол бас тартты. Даян бәріне ештеңе айтпаңдар деп ескертіп қойған. Кім айтып қойса, онысына өкінетін болады деген еді. Мен бәрібір болған оқиғаны Райфа апайға айтуға бекіндім. Ойдан шығарма, үнемі сендер Даянды жамандап жүресіңдер, деп өзіме ұрса жөнелді. Фарид мектепке бармады. Басым айналып жатыр. Ілияс, тұра алатын емеспін, деді ол жасын сүртіп жатып. Тәрбиеші Райфа апай оны тыңдағысы да келмеді. Сабаққа бармау үшін әдейі істеп жатырсың. Түрің жап жақсы. Болды, өтірік істеме. Бірнеше күндер өтті. Менің көңілімді күліп жүретін досымды бейне бір ауыстырып қойғандай. Тамақ жегісі келмейді. 2 қасық жейді де ыдысын итере салады. Оған бас ауырудың дәрісін беріп, мектепке баруға мәжбүрледі. Шекем ылғи ауырады, басым үнемі айналып тұрады, дейтін Фарид. Бірақ оның сөздерін ешкім тыңдамаушы еді. Сол күннен бері 1 апта өтті. Мектепке баруға қалай мәжбүрлесе де, досым енді бара алмайтын болды. Күні бойы төсегінде жатады. Ешкіммен сөйлескісі келмейді. Мен оның жанында отырамын, кейде су ішкізем. Міне, Фаридтің дауысы шықты. Мүмкін жазылайын деген шығар. Ілияс, сен маған қонаққа келесің бе? Мен абдырап қалдым. Мұны қалай түсінуге болады? Біз бір үйде, бір бөлмеде тұрамыз ғой. Әне, тура ана жаққа қара, деп төсегіне жатып, бір нәрсені саусағымен нұсқады. Көрдің бе, менің үйім қандай әдемі, ауласында көрік тұр. Құдайым-ау, Фарид өз-өзіме сөйлесе бастады. Қайдағы үй, көлік? Мен бірден медбикені шақырдым. Фарид болса, ары қарай бірдеңелерді сөйлеп жатыр. Медбике досымды ауруханаға алып кетті. Фаридтің беті көк пеңбек болып кеткен еді. 1 ай өтті. Ол болса, ауруханадан әлі келген жоқ. Апай, Фарид қашан келеді? Деп мен күнде сұраймын. Сен мені сұрағымен әбден мезі қылдың. Не? Онсыз өмір сүре алмайсың ба? Келмейді ол. Деп бірде Райфа апай кесіп айтты. Оны басқа балалар үйіне ауыстырды. Маған үстіме мұздай су құйып жібергендей болды. Басқа балалар үйіне қалайша ауыстырады? Фарид келіспейтін еді. Біз балалар үйінен кеткен соңда дос болып қаламыз деп серт беріп едік қой. Ол Флюра тәтеніңкі сияқты үй саламын дейтін. Бір-бірімізбен отбасы болып араласып, қонаққа барамыз деуші едік. Фарид өзімнің дүкенім болса деп те армандайтын. Егер Райфа апай шын айтып тұрса, онда біздің арманымыз орындалмайды. Мен енді оны қайдан табамын? Тәрбиешінің сөзінен кейін өзіме өзім келе алмай ұзақ жүрдім. Сенбеймін. Бәлкім одан құтылу үшін өздері бір жаққа жіберген шығар. Оқу жылының соңына аз қалды. Ауа райы ашық, мейірімді күн жерді жомарттықпен қыздырып тұр. Мұндай әдемі шақта сыныпта отыру қиын. Қоңырау сабақтың басталуы жайлы хабар береді. Бәрі орындарына отыра қалысты. Мұғалім сыныпқа кіріп келді де, кенеттен сынып журналын алуды ұмыт кеткені есіне түсті. Мұхаметов, мұғалімдер бөлмесіне барып, журналды алып кел, деп маған тапсырма берді. Мұғалімнің мұндай сенімі біз үшін үлкен мәртебе. 2-ші қабатқа көтерілдім де, сыныбымның журналын алдым. Оқу жылының соңын 90-дыққа қандай баға қойылып жатқанын көру қызықты ғой. Ешкім көрмей тұрғанда терезенің алдына барып, журналдың беттерін аша бастадым. Фаридтің аты жөні барлық жерде сызылып тасталыпты. Журналдың соңғы беттерін көруге қызығып кеттім. Мүмкін досымның қай балалар үйіне ауысқаны жазылып тұрған шығар. Мен әлі де досымды тауып алудан күдерімді үзген жоқпын. Міне, мынау бет. Әрең оқылатын майда жазумен жазылыпты. Әйтеуір оқи алмадым. Мектептен шықты. Негіздемесі: қайтыс болу туралы куәлік. 10-252. Мен өз көзіме өзім сенбедім. Ерінім кемсеңдеп кетті. Не? Фарид өліп қалған ба? Ыстықтап,
Демалуым қиындап кетті. Басым қатты айналып, құлап түстім. Қонақтарды күтеміз. Әр жексенбі сайын балалар үйінде жалпы жиналыс өтеді. Барлық топтар бір қатарға тізіліп тұрып, өткен аптаның қорытындысын шығарады. Бірінші директор сөйлейді, одан кейін завуч, соңында тәрбиешілер. Сол жерде тәртіп бұзғандар, мектепте жаман баға алғандар сыбағаларын алады. Осы жерде аптаның үздік тобы аталады. Кейбіреулер өздерінің кінәләрін біліп, ол жерге бармауға тырысады. Кім елдің көзінше өзіне ұрысқанды қалайды. Ал бүгін ешкім жиналысқа қатыспай қалмады. Бөлмелерінде қалу үшін өтірік ұйықтап жатқандарды шақырды. Бірақ күндегідей емес. Бұл күні тәртіп бұзушылықтар жайлы айтпады. Одан да маңызды мәселелер пайда болған секілді. Балалар, уақыт тығыз, сондықтан бүгін басқа мәселелерге тоқталмаймын, деп Мавлида Нұрғалиқызы бастады. Бүрсі күні бізге Уфадан үлкен қонақтар келеді. Үлкен? Деп кішкене топтағы бір қыз таңдана сұрады. Иә, өте үлкен адамдар. Олар жай келмейді. Біз қандай жағдайда өмір сүріп жатырмыз? Тәрбие жұмыстары қалай жүріп жатыр? Соларды тексереді, деді де саусағын шошаңдатты. Енді тыңдаңдар да, естеріңде сақтаңдар. Қонақтарды қарсы алуға да дәл қазірден бастап дайындықты бастаймыз. Бірінші кезекте барлық бөлмелерге жақсылап тұрып тазалық жұмыстарын жасаймыз. Анау жоқ, мынау жоқ деп бөгде адамдарға мұң шақпау үшін қоймада сендерге киім-кешек береді. Тағы бір ескертетінім, қонақтармен сөйлеспейміз. Олар әрине сендер қалай тұрып жатырсыңдар деп сұрайды. Ешқандай өтініш арыз айтпайсыңдар. Олар келеді де кетеді. Ал сендер осы жерде қаласыңдар. Бітті. Қазір жиналамызда тәрбиешілермен сөйлесеміз. Ал сендер тазалық жұмыстарына кірісіңдер. Қонақтар келуінің қарсаңында маған бір жай есіме түсті. Қазір көктем, болған жақсы болды. Әйтпесе өткен жылғы сияқты қиналар едік. Қыркүйектің соңы болатын. Бір жақтан келетін кезекті қонақтарды күткен едік. Директордың бұйрығымен күні бойы кездесуге дайындалдық. Барлық бөлмелер жарқырап тұрды. Бізде барлығы дайын. Ертең енді қонақтар келулері керек. Кешке қарай ауа райы күрт суытып кетті. Мавлида Нұрғалиқызы, түнде үсік жүруі ықтимал, деп тәрбиешілердің бір ескертті. Ол сөздерден Мавлида апай сасқалақтап, күйгелектеп, сөйлеп жүгіріп кеткенін байқалады. Қайдағы үсік? Ондай болса біздің гүлдердің барлығы солып қалады ғой. Онда тұрған не бар? Күз мезгілі ғой, деп әдейі әңгімеге араластым. Менің сөздерім оны тіпті ашуландырып жіберді. Кет әрі, аяқтың астына қыстырылмай. Гүлдер солып қалса, қонақтарға не көрсетеміз? Үсік жүрсе жүрер. Бірақ біз гүлдердің үсуіне жол бермейміз. Сол күні ол тығырықтан шығар жол іздеп, көп адамдарға қоңырау шалған дейді. Балалар үйінің алдында көктемнен бастап алғашқы суықтарға дейін гүлдер жайқалып тұрды. Бізге келген қонақтардың барлығы бірінші кезекте осы түрлі түсті гүлдерге назар аударатын. Кейбіреулері, жарайсыңдар, сендер осы гүлдер арқылы балалардың өмірге деген сүйіспеншілігін оятудасыңдар, дейтін. Сонымен ертең қонақтар келеді. Егер түнде үсік жүрсе, директордың кәріне іліктім дей бер. Бірақ Мавлида Нұрғалиқызы ауа райын алдаудың жолын тапты. Жоғары сыныптың ұлдары бұл түнді ұйқысыз өткізді. Алдымен біз әр гүлдің түбін ескі шүберектермен жаптық. Одан кейін гүлдер өсіп тұрған маңға от жақтық. Әр қайсымызға суықтан сақтау үшін гүлдер бөлініп берілді. Біз таңға дейін отына келіп, отты үзбей жағып тұрдық. Директорымыз қонақтарды жақсы көңіл күйде қарсы алды. Ендіше бүкіл ауыл бойынша гүлдер үсіп қалған. Ал біздікі болса түрлі түсті әдеміліктермен көзін жауын алып тұрды. Қонақтар осындай суық күнде де гүлдердің әсемдігіне тоймай ұзақ қарап тұрысты. Бұл жолы да дайындық жақсы жүріп жатты. Сол күні-ақ терезелерге түрлі түстегі перделер ілінді. Бүкіл дәліз бойынша кіреберістен директордың бөлмесіне дейін, асханаға дейін кілемшелер төселіп, барлық топтардың бөлмелеріне жаңа кілемдер жайылды. Терезенің алдында әдемі вазалар пайда болып,
Кейбір ескі аспалы шамдар ауыстырылды. Өзгерістер мұнымен біткен жоқ. Біз осы уақытқа дейін ұстайтын жері жоқ шытынаған ыдыстармен шай ішуші едік. Сол күні ғайыптан тайып үстелдердің үстінде жап-жаңа әдемі ыдыстар тұрды. Біз үшін ең үлкен қуаныш жаңа шалбар, көйлектер, шұлықтардың берілуі болды. Демек, шынында да үлкен адамдар келе жатыр, деп сыбырластық. Жиірек келіп тұруларына болар еді. Онда біз ылғи осылай жақсы өмір сүрер едік. Тәрбиешілер де, басқа қызметкерлер де тыныштықтан айырылды. Бәрі мұрындарына су жетпей жүгіріп жүр. Біздің топқа директордың өзі бірнеше рет бас сұқты. Шамасы, біздің бөлменің сыртқы көрінісін тағы да қалай жақсартудың қамын ойлап жүр. Райфа, мына гүлдеп тұрған ыдысты еске жақын қой. Ал мына солған жапырақтары барын көзіме көрсетпе, деп бұйрық берді. Одан кейін Мавлида Нұрғалиқызы бізден емтихан ала бастады. Қонақтар сендердің бөлмелеріне кіргенде не істейсіңдер? Білмеймін, деп Амилия әдейі жауап берді. Директордың бет жүзінде бірден өзгеріс пайда болып айқайлай бастады. Қалайша білмейсің, төсекте отырмаймыз, орнымыздан тұрып қонақтармен сәлемдесеміз. Күлімсіреуді ұмытпаймыз, әйтпесе ауыздарың ашылып, көңілсіз күйде тұрмаңдар. Біз келіскен белгі білдіріп, басымызды изедік. Егер біреу-міреу жақындап, қалай өмір сүріп жатқандарыңды сұраса, не деп жауап бересіңдер? Директордың сұрағына жауап беретін ешкім табыла қоймады. Мавлида апай тағы да ашуланды. Қойлар! Егер бірдеңе деп арыздансаңдар, өз обалдарың өздеріне. Қайталаймын, былай деп жауап беру керек. Рахмет, менде бәрі жақсы. Бұл жер ұнайды, өзімде үйдегідей сезінемін. Топтан шығайын деп бара жатып, ол балалардың бірінің жаңа шалбар киіп алғанын байқап қалып, тағы да айқайлады. Ах, сен шошқа, былға бүлгердің ғой. Саған жаңа шалбарды киюге кім рұқсат берді, а? Ол баланың қолынан ұстап алып сілкілей бастады. Тезірек жуып қой, әйтпесе жағдайың қиын болады. Өзін тоқтата алмай, бәрімізге айқайлап алды да, өкшесін қатты басып, топтан шығып кетті. Уфалық қонақтар келген күні асхананың ас мәзірінде де өзгерістер болды. Түскі асқа түшпәрә дайындады. Бәріне бір алмадан кәмпиттерден берді. Үлкен адамдардың құрметіне мәжіліс залында концерт ұйымдастырылды. Мен де ол концертке қатыстым, ән шырқадым. Қонақтар сөз сөйледі. Балалар үйіндегі жақсы жағдайды көріп, риза болып отырмын, деді қалың қара шашты әдемі келіншек. Үйде тұратын барлық балалар мынандай кілемдерде жүрмейді ғой. Барлық отбасыларда мұндай қолайлы жай жасалмаған. Ал қай үйде күнде түшпәрә жейді? Сендерге қарап көзім тойыр емес. Бастан аяқ әдемі киінгенсіңдер. Сондықтан да бет әлпеттерінен бақытты екендіктерін байқалады. Көңіл күйлерінде жақсы. Әрине, біздің мемлекетіміз көп мәселелерді шешуде, сендердің өмірлеріңді жақсарту үшін аз ақша бөліп отырған жоқ. Сол себептен де үйлерің гүлдеп тұрған бақтай. Мұнда жұмақ мекенде тұрып жатып, жаман оқу күнә болар еді. Балалар, бар күш-жігерімізбен білім шыңдарына жетуге талпынайық. Сендерге отан үшін пайдалы азаматтар болуды тілеймін. Тәрбиешілер үйреткендей, біз әр адамның сөзінен кейін жабыла қол шапалақтап отырдық. Тағда бірнеше әндер орындалды. Содан кейін көп күттерген қонақтармен болған қойылым аяқталды. Мавлида Нұрғалиқызы оларды асханаға алып кетті. Уфалықтардың барлығы директормен бірге кетті. Ішіндегі біреу ғана залдан шығуға асыққан жоқ. Оны сол сәтте-ақ балалар үйінің балалары қоршап алды. Ол қалтасынан кәмпиттер алып шығып, бәріне бөліп берді. Содан соң сахнада тұрған пианиноға отырып, көңілді әуендер ойнады. Ақ көңіл, мейірімді әйел бізден аты жөнімізді, қалай оқитынымызды сұрай бастады. Бұл уақытта мен шетте тұрдым. Қонақ балалармен сөйлесті де шығар есікке беттеді. Сол сәтте ол мен жаққа қарады да, біздің көз қарастарымыз бір-бірімен түйісті. Маған жақындап келді. Сәлеметсің бе туғаным? Сен неге шетте қалып тұрсың?
деді күлімсіреп. Мен не деп жауап берерімді білмедім. Сен неге ыңғайсызданып тұрсың? Жоқ. Қане, олай болса танысайық. Мен Гүлшат Әмірқызымын. Ал сенің атың кім? Ілияс. Қандай әдемі есім. Маған бұл сөзді есту жаныма жағып кетті де, мен алғысымды білдірмек болып басымды изедім. Ілияс, саған қарап тұрып, сен үшін алаңдап тұрмын. Сен кімнен қорқып тұрсың? Иығың түсіп кеткен, көзіңде дабылдың, мұңның белгісі бар. Жоқ апай, менде бәрі жақсы. Бұл жерде өзімді үйдегідей сезінемін, деп үйреткендей сөйледім. Жақсы. Жүр, маған өзіңнің бөлмеңді көрсетші. Осы кезде маған шынында да ыңғайсыз болды. Неге ол мені мұнша айналсоқтады? Мүмкін мені сынау үшін оны директор әдейі дайындап қойды ма екен? Осы ой маған маза бермеді. Осындай күлімдеген көзді, мейірімді жүзді, сүйкімді тәтеге қалай жоқ дей аласың? Бөлмеде басқа ешкім болмады. Біз көзбе-көз отырып сөйлестік. Бүгінгі қонақтарымыз шынында да өте үлкен басшылар екен. Барлығы жауапты қызметтерде екен. Гүлшат Әмірқызын өздерімен бірге беделді қоғам қайраткері ретінде алып жүр екен. Қобалжыма, Ілияс, мен сені жақсы түсінемін. Танымайтын адаммен сөйлескенің үшін директор саған ұрсады деп ойлаймысың? Мен оған бәрін өзім түсіндіріп айтамын. Балалармен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп жүрген адам ретінде мен сенің мұңлы көздеріңнің жанын өтіп кете алмадым. Мүмкін саған бір көмек керек болар. Айта ғой, ұялма. Рахмет апай, маған ештеңе қажет емес. Сен қай сыныптансың, Ілияс? 9-шы сыныпты аяқтаймын. Қалай оқисың? 3-ім жоқ, 2-4-ім бар. Дене шынықтыру мен химиядан. Мен қолдаған белгі ретінде Гүлшат апай арқамнан қағып қойды да, мектеп бітірген соң оқуға қайда барғым келетінін сұрады. Педучилищеге түсетін шығармын, деп жауап бердім. Жоқ. Мұндай мағалармен училищеге емес, университетке бару керек. Гүлшат Әмірқызының бұл сөздері мені таң-тамаша қалдырды. Университет деп айта салу оңай. Ал сен ол жерге оқуға түсіп көр. Мен педучилищеге барам деген арманды айтқанда, біздің тәрбиешіміздің қалай күлгені әлі есімде. Мен ол жерде оқи алмайтын шығармын. Ол университет қой. Сөйлесіп отырған жан мен көз қарасымды өзгерткісі келді. Қалайша оқи алмайсың? Оқи аласың. Көзіңнен көріп тұрмын, сенің қолыңнан келеді. Сен жақсы адам болып шығасың. Әңгіме үстінде күш-қуат келіп қосылғанын, өзіме деген сенім артқанын байқадым. Бүгін ақ университетке түсуге дайын болып кеткендеймін. Әңгімеміз аяқталғанда Гүлшат Әмірқызы маған өз қаламын сыйға тартты. Тура осы сәтте бөлмеге Мавлида Нұрғалиқызы кіріп келді. Ол маған бір қарады да Гүлшат Әмірқызына қарай көңіл аударып, күлімсірей қалды. Бірақ оның қолынан ұнатпаған кейпін жасырып қалу келмеді. Ілияс, сен неге қонақтың уақытын алып жатырсың? Ол жолдан шаршап келді, деді ол. Гүлшат Әмірқызы, жүріңіз, шай ішеміз. Рахмет, бірақ мен бұл жерге шай ішу үшін келген жоқпын. Жүріңіз, шай суып қалады. Ол кісіге орнынан тұрып директордың соңынан еруге тура келді. Есіктің алдына келгенде ол тоқтап маған бұрылды. Ілияс, саған айтқан сөзімді ұмытпа. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Мүмкін Уфада кездесерміз әлі. Ол тағы да бірдеңе айтайын деп еді. Мавлида Нұрғалиқызы оны асықтырды да екеуі бөлмеден шығып кетті. Қонақтар кешке қарай бірақ кетті. Оларды шығарып салуға біз де шықтық. Егер олар келмегенде бізге мына жаңа киім-кешектер берілмейтін еді. Балалар үйі де мынандай адам танымастай болып өзгермес еді. Келгендер көліктеріне отырғанша Мавлида Нұрғалиқызы олармен көңілді сөйлесіп, барлығымен құшақтасып қоштасты. Біз болсақ, есіктің алдында қонақтардың соңынан қол бұлғап тұрдық. Көліктер көрінбей кеткен соң, директор кең тыныс алып, риза көңілмен балалар үйіне енді. Балалар да оның артынан кірді. Бірақ ішке кірген соң бірден бәс қалпына түсті. Бірден жылан шағып алғандай айқайлауға көшті. Не деген ақылсыз балалар?
өмірінде кілем көрмеген. Олардан тағы не күтуге болады? Таптап барлығын кірлетіп үлгеріпсіңдер. Енді перделерді де жыртып тастайтын шығарсыңдар. Егер тағы да қонақтар келсеше? Жоқ, бұлай болмайды. Сол сәтте ақ әдемі кілемдер алынып тасталды. Перделер бұрынғылармен ауыстырылды. Терезенің алдындағы ваза мен ыдыстарды қайтадан қоймаға алып кетті. Тіпті балаларға берілген киімдерді де қайта жинап алынды. Министрге хат. Мен қонақтар кеткен күннен бастап өзімді қояр жер таппадым. Басында тек бір-ақ қой, университет. Бірақ оған қалай түсуге болады? Қандай емтихандар тапсырады? Өзімді мазалаған шегі жоқ сұрақтарға жауап іздеп кітапханадағы түрлі журналдарды парақтап шықтым. Біреу-міреуден сұрауға батылым бармады. Сен шынында да сол жаққа барғың келе ме? Бірақ ол жерде сені ешкім күтіп тұрған жоқ деп мазақтаса не істеймін? Менің ізденгенім бәрібір жемісін берді. Сол кезде тағы бір мәселе шықты. Университетке түсу үшін толық орта білім керек екен. Мен әлі 9-шы сыныпта оқып жүрмін. Университетке 2 жылдан соң түсуге де болады ғой. Бірақ балалар үйінде 11-ші сынып бітіргенге дейін рұқсат берілген ешкімді білмеймін. 9-шы сыныптан кейін барлығын техникумдар мен училищелерге жіберетін. Қалай істеуге болады? Бұл сұрақ маған маза бермеді. Құлағымның түбінде Гүлшат Әмір қызының «Сенің орның университетте, сенің қолынан келеді» деген сөзі үнемі жаңғырып тұрды. Мен енді балалар үйінің әл-жуаз баласы емеспін. Қалай болғанда да 9-шы сыныптамын. Бұрын бізге тек үлкендер ғана тиісетін. Енді олар жоқ. Тәрбиешілер де қазір бізге қол көтере алмайды. Мүмкін тікелей директорға барып, мені балалар үйінде мектепті аяқтағанымша тұрғызуын сұрасам ба екен? Егер рұқсат етпесеші? Оның үстіне кәсіптік техникалық училищеге барасын десеші? Жоқ. Ондай болса 9-шы сыныптан кейін құжаттарымды алып туған деревняма кеткенім артық. Ол жерде біздің өз үйіміз бар. Мектепті аяқтағанша сол жерде тұрамын. Одан кейін Уфаға кетемін. Бірақ көп ұзамай бізді Мавлида Нұрғалиқызының өзі шақыртты. Біз 5 едік. Директордың бір қызық әдеті бар еді. Ешқашан адамның көзіне тік қарамайтын. Бұл жолы да көз қарасы біз жақта емес, төбеде, терезе жақта болды. Бізге тез арада Уфаға есеп беруіміз керек, деді ернін шүршитіп. Сондықтан да сендерді шақырттым. Уақыт жоқ. Жақында балалар үйінен кетесіңдер. Бізден қайсыңды, қай оқу орны жіберетінді сұрап, ақпарат беріңдер деп жатыр. Қане, өз пікірлеріңді айтыңдар. Деп сол кезде ғана біз жаққа қарады. Мен суретші болғым келеді, деді 3-ші топтағы қыз. Оған көркем сурет училищесінде оқытады екен. Директор оған бірден жауап берді. Сөйлемей тұрып, қатты күліп жіберді. Сен арманда, бірақ орныңды біл, деді ол күлкісін тыймастан. Сенде әрине сурет бойынша 5, бірақ басқа сабақтардан бәрінен 3 қой. Мен сен үшін Уфалық комиссияның алдында ұятқа қалғым келмейді. Апай, маған мұғалім соған түстеп ақыл кеңес берді, деп қызарып кеткен қыз арманын қорғауға тырысты. Жоқ. Мавлида Нұрғалиқызы орнынан атып тұрып кетті. Саған сондай алысқа барудың қажеті қанша? Аудан орталығындағы кәсіптік техникалық училищеге бар. Сурет салуды ұнатасың ба? Онда бояушының оқуын оқы. Мен мысалға суретші мен бояушының айырмашылығын көріп тұрған жоқпын. Сонымен 4 түлекпен мәселе шешілді. Директор оларды аудандық училищеден ары жібергісі келмеді. Кезек маған да келді. Ал, Ильяс, сен қайда оқығың келеді? Мен оған өзімнің арманымды қалай жеткізетінді білмедім. Сөздерім аузыма шығуға даяр тұр, бірақ оларды айту сондай қорқынышты. Сен не, тіліңді жұтып қойғанбысың? Деп Мавлида Нұрғалиқызы қолмен үстелді ұрып қойды. Әлде бұлттарды ашып жүрсің бе? Жоқ, деп әрең сөйледім. Қайда оқуға түсесің? Барлығы тек маған қарады. Көздерінен байқап тұрмын, балаларды менің не айтатынды тағатсыздана күтіп тұр. Не болса сол болсын, шешімді ақырын ғана айттым.
университетке. Таңданысынан директор ауыз ашылған қалпы үнсіз тұрып қалды. Ол көзін менен басқаларға жүгіртіп, олардан қайта маған қарады. Міне, сен жоғары ұштың ақ. Байқа, ешкім естімесін күлкіге қаласың. Деп дәптерін үстелдің үстіне тастады да қатты күлді. Одан кейін маған ренішті жүзбен қарады да қарсылықпен райынан қайтаруға ұмтылды. Сендердің пікірлеріңді сұрағанымыз, ол армандарыңды орындаймыз деген емес. Сен сияқтыларды Уфада күтіп тұр екен. Екіншіден, біз оның 1-ші сыныпты аяқтағанша ешкімді балалар үйінде қалдырмаймыз. Сен не, ерекшесің бе? Онда 9-ды бітірген аттестатымды алып, өзімнің деревняма кетемін. Сол жерде орта мектепті аяқтаймын да. Мавлида Нұрғалиқызы ары қарай сөйлетпеді. Олай болмайды. Содан кейін сен үшін жауап беріп жүрер жайым жоқ. Жақында тәрбиешіңе педучилищеге түскің келетін айтыпсың. Енді тіпті құтырып кеттің. Университетке деп желігіп тұрсың. Сіз өзіңіз сұрадыңыз ғой, менің арманымды. Содан кейін айттым. Оны маған емес, білім министріне айту керек. Сондықтан мына тізімді тезірек жіберуіміз керек. Ал сен болсаң, бұл жерде уақытты алып тұрсың. Деп директор ұрсуын ары жалғастырды. Сен өзің шамаң жететін бірдеңе айтуың керек. Қане, университет туралы ұмыт. Сені техникумға орналастырайық. Мысалы, электриктің мамандығы кімнен кем? Ешкімнен кем емес, бірақ ол маған ұнамайды. Егер ұнамаса, ұнайтын болады. Біз директордың бөлмесіне шықтық. Ешкімнің де көңілі күйі болмады. Бұл әңгімеден кейін мен тағатымнан мүлде айырылдым. Егер директор шынында да мені техникумға жіберсе не болады? Ешкім құжаттарымды қолыма бермейді. Бірақ қалай болса да, мен Мавлида апайдың ұсынысымен келісе алмадым. Өзің жақсы көрмейтін іспен қалай айналысасың? Жарайды, оқып шығып, диплом алдым дейік. Ары қарай жаным қаламайды. Ұйқысыз түндердің бірінде басыма бір тың ой келе қалды. Директор ана жолға тізімді білім министрі талап етіп жатқанын айтып еді. Қызық, ол қандай адам екен? Оның да жүрегі бар шығар. Әлде министрдің өзіне хат жазып көрсем бе екен? Келесі күні ол жайында мұғалімдерден сұрастырып алдым. Министрліктің мекен жайында тауып алдым. Ешкім ол жайында білмеу үшін бөлмеде өзім ғана қалған кезде хат жазуға отырдым. Бірінші мен өзімнің кім екенімді, қайдан екенімді, қалай оқитынымды айтып таныстырдым. Маған қандай пәндер ұнайтынын да жаздым. Өзімнің университетке түскім келетін ойымның бар екенін де хабарладым. Директордың оған кедергі болып тұрғанын, тіпті менің туған деревняма да жібергісі келмейтінде жаздым. Орта білімді алған соң мен өз күшіммен университетке түсетін боламын. Бірақ сізден өтінерім, менің 11-ші сыныпты аяқтағанымша балалар үйінде тұруыма көмектесуіңізді сұраймын, деп қорыттым. Бір ай өтер-өтпестен бізге Уфадан министрліктің өкілі келді. Сөйлесу үшін мені директордың бөлмесіне шақырып алды. Егер Ильяс осылай оқығысы келсе, қалсын, деді әлгі әйел. Оның қалауына кедергі жасамайық. Шынында да оның қолынан келер. Ақырында сыныптастарым 9-ші сыныпты аяқтап кетіп жатқанда мені балалар үйінде қалдырды. Бірақ министрге жазған хатым үшін маған көп рет таяқ жеуге тура келді. Туған үйдің табалдырығында. Бүгін өте ерте ояндым. Басталатын күн маған не дайындап тұр екен? Бұл сұрақ маған түні бойы маза бермеген еді. Өйткені мені алаңдатар оқиғалар күтіп тұр. Бүгін туған деревняма барамын. Үйіміз қандай жағдайда екен? Ауылдастарым мені таныр ме екен? Көршілеріміз тірі ме екен? Сол жолғы милиционердің бізді алдап, үйімізден алып кеткен күнді есімде жақсы сақтап қалыппын. Бейне бір кеше ғана болғандай. Бірақ бірнеше жыл өтті. Сол кезде қалада оқып жүрген екі ағам мен үлкен әпкемнің бүгінде өз отбасылары бар. Олар жыл сайын бізге келіп тұрды. 9-шы сыныптан кейін Әлия мен Алсу балалар үйінен кеткен. Бүгінде мамандықтарын оқып жатыр. Бұл жерде
Зүлфира екеуміз ғана қалдық. Уақыт өткен сайын бәрі өзгереді. Бұрын көңілге келер әрбір сөзден жылауға дайын тұрушы едік. Енді мұндай жайларға етім үйреніп алды. Әкем мен анамды да көз жас алмай есіме ала беремін. Бәлкім, жылайтын жасым қалмаған болар. Мен енді 11-ші сыныпта сәтті аяқтадым. Бірнеше күннен кейін Уфаға университетке түсуге алып барады. Үлкен сапардан бұрын туған үйіме баруға шешім қабылдадым. Енді мен өзіне өзі жауап бере алатын адаммын. Кезінде тіс дәрігеріне қашып баратын кезде Амелияның көмегіне жүгінуге тура келген болатын. Қазір бәрі басқаша. Айтпақшы, Амелия 9-шы сыныптан кейін училищеге түскен, тігінші болып шығады. Біз хат жазысып тұрамыз. Біздің жазалаушымыз Даянда балалар үйінен кеткен. Әйтеуір оны техникумға орналастырған. Ол жайлы басқа ештеңе білмеймін. Тезірек автобус келсе екен. Бұл көптен күткен күннің әр минуты мен үшін өте құнды. Қымбат қой. Енді біраздан соң үйде боламын. Әлі күнге дейін өзіме өзім сене алар емеспін. Жүрегім кеудемнен секіріп кетуге даяр. Жаным ең таза, нұрлы сезімдерге толы. Ауа райы да менің көңіл күйіме сай. Өршіп бара жатқан шуға қарай бұрылып қарадым. Қоқыс контейнерінің жанында екі бомж бір-бірімен ұстасып қалды. Біреуі қолында бос бөтелке ұстап тұр. Екіншісі оны тартып алмақшы. Бермеймін, дейді әлгі жас үлкенірегі. Мен бірінші тауып алдым оны. Бар, өзіңе басқа жерден ізде. Бер деймін, әйтпесе сазайыңды тарттырамын. Бөтелкені тартып алғысы келіп тұрған бомжды бір жерден көрген сияқтымын. Кір-кір футболка мен шалбар киіп алыпты. Сақал мұрты көптен бері алынбаған. Маскүнемдіктен беті ісіп кеткен, көзінің асты көгерген. Өмірде бірінші рет бомждарды жақыннан көріп тұрмын. Бірақ анау жастауы маған біреуді есіме салып тұрғандай. Еріксізден соларға қарай 2 қадам аттадым да кенет Даянды таныдым. Иә, міне, маңдайындағы меңі де сол. Бұл кезінде мені қар мен мұздың үстінде жалаңаяқ жүгірткен, менің досым Фаридті 2-ші қабаттан лақтырып жіберген сол баяғы Даян болатын. Жек көрушілік сезімі мені тез бұрылып кетіп, бомждардың жанынан тезірек кетіп қалуыма әсер етті. Олар болса, бос бөтелке үшін ұрысқандарын ары қарай жалғастырып қала берді. Деревняға келісіммен бірінші кезекте бейіт басына бардым. Бұл жерде менің ең жақын жандарым жатыр. Бұл жер менің ата-анамның дамыл тауып жатқан жерлері. Зираттардың аумағына оң аяғымен бастап аттадым. Бүкіл денемді жеңіл діріл басып, жүрегім тез соғып кетті. Ата-анамның бейіттерін тез таптым. Әкемнен айырылғанда біз күн көре алмаймыз деп ойлаған едім. Бізге қалай қиын болса да ата-анасыз өмір сүруді үйрендік. Бірақ оларды ешқашан ұмытқан жоқпыз. Олар ылғи жанымызда сияқты болып тұратын. Бейіттері қаралған, тіпті гүлдер отырғызылған екен. Демек, ағалар мен әпкелерім бұл жерге келіп қараусыз қалдырмаған екен. Рахмет сендерге, дедім өзімнен өзім күбірлеп. Әке, сен үйреткендей, біз үнемі бірге болуға тырыстық. Балалар үйінде де бір-бірімізді қолдап отырдық. Анашым, мен сені ешқашан ұмытқан емеспін. Сенің аяулы жүзің ылғи менің көз алдымда. Осы кезде анам фотосуреттен маған күлімдеген сияқты болды. Кішкене кезімде анамның менің шашымнан аялы алақанмен сипағанындай жылы леп есті. Көп жылдардан бері бірінші рет бейіт басында маған жеңіл болып, жаным жай тауып қалды. Жүрегіме жақын жандармен ойша сөйлескен соң деревняға қарай шықтым. Үйімізге дейін санаулы қадамдар ғана қалды. Қазір бұрылысқа дейін барсам, ары қарай біздің көше басталады. Қара шаңырағымыз қандай күйде екен. Бәрі жақсы болса екен деп қайталаумен болдым. Әйтсе де туған үйімді бірден танымай қалдым. Қақпа баяғыда-ақ түнге оңып кеткен. Терезелер сынған. Аулаға кірдім.
Босап қалғандықтан жаным жабырқап кетті. Үйдің ішінде мүмкін бәрі бұрынғыдай болар деп үміттендім. Алайда үйдің есігі айқара ашық. Абайлап бөлмеге кірдімде қол аяғым байланғандай тұрып қалдым. Үйде түк те қалмаған. Тіпті үй пешінің темір бөлшектеріне дейін алып кеткен. Тек бір төсек қана қалыпты. Ол үйдің ішіндегі өтпе желден жалынышты сықырлап тұрды. Бұл не болғаны? Бұл жерде ешкім тұрмағандай. Мен болсам, бұл жерден отбасылық фотосурет көрем бе деп армандағам. Демек, ол арманның орындалмағаны ғой. Үйде бірде-бір бүтін нәрсе қалмаған екен. Кезінде әкем маған бірдеңе берем деген еді. Енді ол не нәрсе екенін еш уақытта білмей кететін шығармын. Ол өз үшін ең қымбат нәрсе деп айтқан болатын. Балалар үйіндегі ең қиын сәттерде мен оны ұмытқан жоқпын. Күндердің күнде үйден тауып алам деп армандадым. Бұл арман маған жақсы оқуға күш қуат беріп, әкем тапсырғандай тәртіпті болуым үшін ынталандырып жүрген еді. Бүгін бұл арманымда қайырылмай өтіп кетті. Мен есіктің алдына келіп отырып, еріксіз жасқа булықтым. Жақын жандарыма бардым. Үйді көрдім, енді қайтадан балалар үйіне де қайтуға болады. Ертең мені Уфаға алып барады. Демек, кешікпей жетуім керек. Мен қақпадан шығып бара жатқанда, көшеде бір қарт кетіп бара жатқан еді. Кенеттен аялдап тұрып қалды. Маған елестеп тұрма, әлде бұл шын ба? Деп ата ұзын сақалын сипады. Ғизаттың кіші баласысың ғой шамасы. Иә, кішкентаймын, деп жауап бердім оған жақындап келіп. Мәссаған, ата екі қолын жайып жіберіп күлді. Қаншама жылдар өтті, Аллаға шүкір, күткеніме. Ол мені құшақтап, арқамнан қақты. Тіпті аздап көзіне жасталды. Ал сен мені танисың ба? Деп сұрады ол. Ештеңе деп жауап бермедім, ыңғайсыздандым. Ол мені таниды, ал ол менің есімде жоқ. Мен Рамазан атамын, деп ол маған көмектесті. Қазір деревнядағы ең үлкен менмін. Сендер кішкене болдыңдар, сондықтан есіңде жоқ шығармын. Әкеңді соңғы сапарға шығарып салған едім. Жуып, шайып, кебіндеп, жерлеуге қатыстым. Өмірден ерте кетті, өте ерте. Мен оның соңғы сөздерін қостағандай басымды изедім. Жүре ғой балам, мен саған бірдеңе беруім керек, деп ата таяғына сүйеніп алға адымдады. Мен оның жанына ердім. Үйіне келген соң ата маған отыруымды сұрады. Өзі болса сандықтағы заттарын ақтаруға кірісті. Қайта-қайта өзіне өзі сөйлеп жүр. Не деген ұмытшақ бас бұл. Мұнда қойған сияқты едім, қайда кетуі мүмкін? Қызық, Рамазан ата ол жерден не іздеп жатыр? Сандыққа салып қойғанына қарағанда, демек маңызды зат болғаны. Ата көбірек іздеген сайын маған да соғырлым қызықтырақ бола түсті. Міне таптым. Ата қуанып келіп жаныма отырды. Ол өзінің тапқан нәрсесін алақанда ұстап тұрып, маған көрсетуге асықпады. Арыдан бастады. Сен қазір қай сыныптасың балам? 11-ші сыныпты аяқтадым. Енді университетке түсуге дайындалып жүрмін. Жақсы, керемет. Әкелерің өмірден қайтқанда сендер кішкене болдыңдар. Жаны қиналып жатқанын естіген соң оған барған едім. Байқаймын, әл дәрменім кетіп барады, деді ол. Егер олай бұлай болып кетсем, мына нәрсені кішкене ұлым Ильясқа берші. Содан соң көп ұзамай қайтыс болды. Мұны мен саған беруге үлгермедім. Сендерді апыр-топыр балалар үйіне алып кетті. Кемпірім өмірден қайтқан соң, әкеңнің аманатын орындай алмай, мен де өліп қаламын ба деп қорықтым. Жоқ, Аллаға мың да бір шүкір. Ата маған көзіме тік қарап тұрып қолын созды. Мә, ұлым, әкеңнің естелігі ретінде қабыл ал. Алақанда тұмар жатты. Міне, әкемнің маған бергісі келгені осы екен. Асқан жауапкершілікпен саусақтарым дірілдеп, тұмарды қолыма алдым. Сақтап, қорғап жүр оны, Ильяс, деді Рамазан ата. Бұл
Жай нәрсе емес, тарихи жәдігер. Мұнымен сенің атаң соғыстан тірі қайтқан. Иә, бұл тұмар жарты Еуропаны аралап қайтқан. Қайтыс боларының алдында мұны атаң сені әкеңе берген. Енді міне, ғизаттың өтініші бойынша оны саған тапсырамын. Рахмет, ата, сізге көп рахмет. Қуанышымды жасыра алмай, атаны құшақтай алдым. Сенің атаңда, әкеңде жақсы адамдар болды. Бүкіл деревне оларды құрметтеп сыйлады. Осы тұмарға сен де адал бол. Жақсы өмір сүр, адал бол. Ата-бабаларың жандары сенің жаман мінездеріңнен, жаман істеріңе қиналмайтын болсын. Иә, ата, түсіндім бәрін. Сен қалай деп едің? Увенисер, университет, дедім күлімдеп. Иә, соған түсуге тырыс, деп ата да күлімсіреді. Аудандық газеттен сендер туралы мақалаларды оқып ылғи қуанып жүрдік. Қаңыра шаңырағыңда ұмытпай, осыншама жылдардан соң іздеп келген сен жарадың. Байқауымша, осы жолында көптеген сынақтарда болған сияқты. Аллаға шүкір, сен бәрінен өте білдің. Уфада да емтихандардан ойдағыдай өтіп кетесің деп ойдамын. Рамазан ата шәй әзірледі. Керемет дәмі бар бұлақтың суы мені алыста қалған балалы шаққа қайта келгендей. Әлденіп алған соң мен жолға жиналдым. Отбасылық тұмарды үнемі сақтап жүр балам, деп ата қол бұлғап қош айтысты. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Тыңдағандарыңыз рахмет. Төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.